ұбт-да биологияны таңдайтын барлық оқушыларға сәлем. Менің есімім Малика, және бұл менің YouTube каналым. Бұл YouTube каналда сендер 60-тан аса тегін сабақ пен нұсқа талдауларды көре аласыңдар. Ал бүгінгі сабақтың тақырыбы тыныс алу жүйесі на easy. Бір оқырманымыздың сұранысы бойынша мен осы тақырыпты сендерге бүгін алып келдім. Но осы мүшелердің жүйесін түсіндірместен бұрын давайте мына бір сұраққа жауап береміз. Все-таки біз сендермен биологпыз, я? Тыныс алу дегеніміз не? Даже осындай қарапайым сұраққа биологтар жауап бере алу керек. Тыныс алу дегеніміз оттек қатысатын күрделі химиялық үдеріс. Немесе O2 газы қатысатын күрделі химиялық үдеріс. И ол расында өте күрделі. Не себептен? Біз просто ауаны жұтып, көмір қышқыл газын шығармаймыз. Бұл жақта өте үлкен химиялық процестер бар. Біздің жұтқан оттегіміз кейін жасушамызға барып, митохондрияда немесе цитоплазмада АТФ-тің жасалуына жұмсалады. Яғни бұны бізде жасушалық тыныс алу, Кребс циклы, энергетикалық алмасу, оттекті оттексіз алмасу, глюколиз деген тәрізді тақырыптар бар. Егер сендерге Кребс циклы қиын болса, комментарийға жазып кетіңдер, қуана-қуана сендерге өзімнің каналымда ең оңай тілмен түсіндіретін боламын. Ал енді так как күрделі тақырып Кребс циклын өтпестен бұрын, давайте вообще оттек біздің денемізге қалай түседі, және де жасушаларымызға қалай баратынын давайте сендермен бірге өтейік. Ең алдымен тыныс алу жүйесінің мүшелеріне тоқталайық. Не себептен тыныс алу жүйесі? Жүйе это система, я? Ол бірнеше органдардан тұрады деген мағынаны білдіреді. Мысалға, тыныс алу жүйесі, ас қорыту жүйесі, зәр шығару жүйесі, тірек қимыл жүйесі деген тәрізді. Осы жүйелердің барлығы бірнеше органдардан тұрады. Мысалға, тыныс алу жүйесі. Бізде ең алдымен мұрын қуысынан басталады, ауа өтеді. Қосымша тыныс алу жолын бізде ауыз қуысы атқарады. Мысалға, мұрнымыз бітелгенде біз еще ауызбен демаламыз. Мұрын мен ауыздың түйісетін, яғни ас қорыту жүйесі мен тыныс алу жүйесінің түйісетін жері жұтқыншақ, көмей, кеңірдек, потом бізде екіге бөлінетін бронхы и өкпе. Міне осы бізде тыныс алу жүйесі мүшелері болып табылады. Бұдан бөлек тыныс алуға қатысатын бұлшық еттер бар. Ол қандай бұлшық ет десеңдер, мына бір жақта тұрған біздегі күмбез тәрізді бұлшық ет, диафрагма немесе көкет, және біздің қабырғаларымыздың арасында тұрған қабырға аралық бұлшық еттер. Бұлардың барлығы қалай жұмыс жасайтынын біз қазір өтеміз. Сонымен давайте по порядку. Біздің бүкіл тыныс алу жүйелерінің мүшелерінің іші бізде кірпікшелі эпителиймен қапталған. Не себептен десеңдер, кірпікшелі эпителий қараңдар, олардың бастарында осындай кірпікше болады, және олар өздерінен әртүрлі былайша айтқанда слизь, шырыш бөледі. Және сол шырыш біздің тыныс алу жүйеміздегі микробтардың, бактериялардың, шаң тозаңдардың түсіп кетуінен сақтайды. Мысал ретінде, когда сендер түшкіресіңдер, сендердің мұрындардан су ағуы мүмкін, немесе шашырау мүмкін, да? Бұның барлығы бөтен заттарды организмге кіргізбеу деген сияқты. Или мысал ретінде, когда біз сендермен суық тиіп ауырамыз, грипп болады, тоже мұрнымыздан көп су ағады. Бұның барлығы кіріп кеткен бактерияларды қайтадан кері шығару үшін бөлінетін шырыш болып табылады. Егер де менің көрсеткен суреті мен схемам түсініксіз болса, давайте мына жақтағы кішігірім видеодағы иллюстрацияны көрейік. Бүкіл тыныс алу жолы осындай кірпікшемен қапталады, өздерінен слизь, яғни шырыш бөледі. Бұл шырыш барлығы тек қана бір бағытқа ғана қозғалаттағына бүкіл бактерияларды сыртқа қарай шығарып тастауға тырысады. Енді тыныс алу жүйесінің үстіңгі мүшесі мұрыннан бастайық. Мұрын бізде, міне мына бір жақта орналасқан қуыс болып табылады, міне мынаның барлығы бізде мұрын қуысы. Және мұрынның қызметтері бізде ауаны кіргізген кезде, оны ең алдымен жылыту, не себептен? Өйткені біздің денеміз тітіркенбеу үшін ол жаққа жылы ауа түсу керек. Оның барлығы бізде мына бір жақтағы капиллярлар, яғни қан тамырлары арқылы жүзеге асады. Когда-нибудь мұрындарын қанап көрген ба? Вот когда біздің мұрнымыз қанайды, мұрнымыздағы капиллярлар жарылады деген сөз. Одан кейін барып олар бізде шаң тозаңнан тазартады. Шаң тозаңнан тазартады, ол жақта көп шырыш бөлетін бездердің арқасына. Мысалға, біздің мұрнымыздан су ағуы мүмкін, ауырған кезде, не только ауырған кезде, оказывается, біздің мұрнымызда постоянно шырыш бөлінеді, бірақ біз оны бейсаналы түрде жұтып қоя береткен болса, кейін ол асқазанға барып микробтар өліп қорытылып кетеді екен. Мұрын қуысынан кейін бізде қосымша тыныс алу жүйесі ауыз бар екен, ұмытпаңдар. Одан кейін барып мұрынның ішінде бізде еще иіс сезу аппараты, яғни иіс сезу рецепторы орналасқан. Міне мынау бізде мұрын болса, примерно осы участокте бізде осындай рецепторлар орналасады. Рецепторлар ауадағы иістің молекулаларын өздеріне ұстап, ол молекулалардың химиялық заттарын таныған кезде миға жібереді, и бізде осы
Мынау бізде осы пирожкидің иісі емес пе, мынау духидің иісі емес пе деген тәрізді анықтайды. Келесі біздің тыныс алу жүйесінің мүшесі ол жұтқыншақ. Жұтқыншақ это глотка. Немесе былай, біз бір затты жұтамыз ғой, сол кезде сендер жұтынған кезде сезінесің, мысалға осы кезде сендер өзіңнің жұтқыншақтарыңды сезесіңдер. Жұтқыншақ міне примерно осы бір жақта орналасқан, және де ол бізде тыныс алу және де ас қорыту жүйесінің ортақ бөлімі болып табылады. Тыныс алу жүйесі мұрын, ас қорыту жүйесі ауыз, екеуінің түйіскен жері болады. Кейін жұтқыншақ бізде екі бөлімге бөлінеді. Бір бөлігі бізде өңешке, бір бөлігі көмекейге бөлініп кетеді. Көмей немесе дальше бізде ауа өтетін жол болады, ал өңеш дегеніміз тамақ өтетін жол. Сонымен көмейге тоқталайық. Көмей дегеніміз бізде шеміршектен түзілген мүше болып табылады. Ол міне мынау. Оның ең ірі шеміршегін бізде қалқанша деп атайды. Өйткені астында қалқанша безі орналасады. И пішіні де примерно сол тәрізді. Көмейдің бізде атқаратын қызметтері бірнешеу. Соның бірі тамақты тыныс алу жолдарына түсірмей өңешке қарай бағыттайды екен. Қалай? Мысалға, мынаяқтағы гифкаға назар аударатын болсақ, бізде көмей қақпақшасы деген болады. Міне мына бір көмей қақпақшасы бізде дальше тамақты өңешке түсіреді да, өзіміздің кеңірдекке түсірмейді. И не дай бог, егер де тамақтың бір қиқымыз, судың тамшысы біздің кеңірдегімізге түсіп кетсе, ол оны жөтелу рефлекс арқылы сыртқа қарай шығарып тастауға тырысады. Сол себепте кішкентай балдар немесе үлкен кісілер тамақ жеп отырып сөйлеген кезде кішкентай тамақтың бөліктері тыныс алу жолдарына түсіп кетіп, резко рефлекстер арқылы сыртқа шыққысы келеді. Және де көмейдің тағы да бір атқаратын қызметі ол дауыс. Міне менің сөйлеп жатқан дауысым, сендер естіп жатқан мына бір дауыс, дыбыс байламдары немесе сіңірлері арқылы жасалған. Голосовые связки. Олар міне көмейдің астыңғы жағында тұрады. Олар осындай сіңірлер. Ер адамдарда ол үлкендеу болып келеді, әйел адамдарда ол бөлек кішкентайлау. И когда осы жақтан ауа өткен кезде, олар как будто скрипка немесе домбыраның шектері тәрізді бір-біріне үйкелген кезде дыбыс шығады екен. Ойландаршы. Келесі енді біз астыға қарай түсіп бара жатырмыз, ол бізде кеңірдек. Кеңірдек бізде тоже шеміршектен түзілген, но уже жартылай сақиналы шеміршектерден. Оны мына бір жақтан байқауға болады, что полностью сақина емес, а жартылай сақинадан тұратын шеміршек. Міне мына жақта бізде көмей болатын болса, жоғары жақта бізде жұтқыншақ болды, дальше бізде кеңірдек кетеді. Кеңірдек бізде екіге бөлініп тармақталып бронхларға айналады. Бронхлар бізде уже өкпенің ішінде орналасады. Міне мына бір жақта суретте уже более-менее әдемі суретте сендер бронхларды көріп тұрсың. Мынау бізде кеңірдек болды, дальше бізде бронхлар. Бронхлар бізде тоже шеміршекті сақиналан тұрады. Екі өкпенің ішінде орналасады, және де бронха ағашын түседі. Просто пішіні ағашқа ұқсандықтан айтты. Бронхлар бізде кейін ұсақталып бронхиолаға айналады. Бронхиола дальше ұсақталып бізде альвеола дейтін уже ауа көпіршіктеріне айналады екен. Қазір альвеолаға тоқталмастан бұрын осы бронхы және де альвеола орналасқан өкпеге тоқталайық. Өкпе бізде жұп мүше. Жұп мүше дегеніміз бізде оң өкпе бар және де сол өкпе бар. Оң жақ өкпе бізде үш бөліктен тұрады. 1, 2, 3. Көріп тұрсыңдар ғой? Сол жақ өкпе бізде екі бөліктен тұрады. 1 және 2. Мына бір жақта еще пішіні кішкене ығысып орналасқан, өйткені осы бір жақта біздің жүрегіміз дүк-дүк деп орналасатын болады. Сонымен давайте есімізге түсірейік. Міне бізде жұп мүше өкпе, өкпенің ішінде ағашталып бұтақталған бронхы болады. Бронхы дальше кішірейіп, мына бір ағаштардың түбінде бронхиола болады. Бронхиолалар дальше кішірейіп, бізде альвеолаларға айналады. Альвеола дейтін мүшеде бізде газ алмасу жүреді. Газ алмасу дегеніміз оттекті алу, көмір қышқыл газын беріп жүру. Қалай бұл болады? Өйткені әрбір альвеоланың сырты бізде капиллялармен қапталған. Капилляр дегеніміз мына бір біздің шашымыздан 50 есе жіңішке өте кішкентай бір ғана қабаттан тұратын қыл тамырлар, қан тамырлары. Осы жақта олар өте қатты тонкий болғандықтан олардың қабырғалары өте оңай жолмен диффузия арқылы әртүрлі заттар, сұйықтықтар немесе газдар алмасады екен.
Сонымен балапандар, тыныс алу жүйесінің мүшелерін бір қайталап жіберейік. Ең бірінші тыныс алу жүйесі бізде мұрыннан басталады. Ауа мұрынның ішіне кірген кезде қан тамырлар арқылы ол жылынады, шырыш арқылы шаң тозаңнан тазарады, және де ол жақта иіс сезу рецепторлары бар. Тыныс алудың қосымша жолы ауыз аппараты бар екенін ұмытпаймыз. Ауыз арқылы біз тоже ауаны жұта аламыз. Одан кейін бар болса ас қорыту, ауыз жолы мен тыныс алу жолы мұрынның түйісетін жері бізде жұтқыншақ деп аталады. Жұтқыншақ бізде ауаны немесе тамақты әрқайсысын өзінің трубочкасына қарай бағыттайды. Тамақты өңешке, ауаны бізде дальше көмейге қарай. Көмей бізде шеміршекті үлкен мүше, ең үлкені бізде қалай аталатын еді? Қалқанша деп аталады. Көмейдің астыңғы жағында бізде дыбыс сіңірлер орналасқан. Соның арқасында біз сөйлей аламыз. Күміс көмей деген сөз қазақтарда бекер шықпаған екен. Дальше көмейді бізде жалғастырады, жартылай шеміршектен тұратын кеңірдек деген мүше. Кеңірдек өкпеге кіргенде екі бронхы бұтағына тармақталады. Бронхлар бізде бронхиола, дальше альвеолаға айналады. Альвеола бізде өкпенің бірлігі, былайша айтқан кезде ауа көпіршіктері. Өйткені дәл осы жақта бізде газ алмасу жүреді. Газ алмасу жүретін себебі әрбір альвеола бізде капиллярлармен қапталған. Осы жақта өкпені насос сияқты жұмыс істеуге көмектесетін нәрсе, ол бізде бұлшық еттер болып саналады. Бізде жоғары және де төмен қарай түсіруге көмектесетін күмбез тәрізді бұлшық ет, диафрагма немесе көкет, өкпенің сыйымдылығына жауап беретін бізде қабырға аралық бұлшық еттер. Балапандар, егер сендерге видео ұнаса, пожалуйста, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Ал егер сендер Инстаграмнан күнделікті стористан, рилстан ұбт-ға дайындалғыларың келсе, өтініш менің инста парақшама жазылуды ұмытпаңдар. Егер де сендер ұбт-ға қатысты дайындалатын курс іздеп жүрсеңдер, төмендегі ссылкалар арқылы менің пробио курсыма жазылсаңдар болады. Ал мен сендермен қоштасамын. Всем пока!